Қайырлы күн достар. Бүгін біз химия пәні бойынша жиынтық бағалаудың біріншісін химия пәніне кіріспе таза заттар және қоспалар бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдап есептеп өтейік. Ал ендеше тапсырмаларға мән берейік. Ең бірінші тапсырма. Таза затты анықтаңыз дейді. Жалпы таза зат деп біз сіздер білесіздер, таза зат, қоспа, солай болып бөлінеді. Енді варианттарға, нұсқаларға мән берсеңіз, А нұсқасында дистилленген су, Б-да жемісті шырын, қаймақты сүт, лимонды шай деген нұсқалар берілген. Не себепті дистилленген суды біз таңдап отырмыз? Себебі дәл осы дистилленген су ешқандай да бір қоспасы жоқ. Ол жай ғана өзі бір ғана таза зат болып тұр. Ал жемісті шырында су бар, жеміс бар, қант бар деген секілді. Қаймақты сүтте сүт бар және қаймақ бар. Екі заттан тұрады. Лимонды шайда лимон бар, шай бар. Екі заттан тұрады. Ал дистилленген су ол тазартылған таза су болып саналады. Сондықтан бұл таза зат болып табылады. Соған мысал ретінде Б тапсырмасы таза затқа мысал келтіріңіз дейді. Мен сіздерге бір қатар мысал келтіріп қойдым. Таза затқа алмас, оттек, этил спиртті, алтын, қорғасын секілді металдарды, спирттерді кіргізуге болады екен. Түсінікті, кеттік келесі екінші сұрақ. Суреттердің ішінен қайсысы элемент, қосылыс және қоспа екенін көрсетіңіз дейді. Бізде ең бірінші тұрған қызылмен белгіленген бұл бізде элемент болады. Бірінші қызылмен белгіленгендер элемент, екінші көкпен екі атомдар тұрған бұл да элемент болып табылады. Ал үшінші суретте жасыл және ортасы қызыл көк болып тұрған бұл бізде қосылыстар болады. Ал ең соңғы төртінші суретте бұл қоспа. Бұл жерде элемент те бар, қосылыс та бар. Сондықтан да ол қоспа болып табылады. Демек, біріншісі, екіншісі элемент, үшіншісі қосылыс, ал ең соңғысы бұл қоспа екенін жазып қойыңыздар. Бұған түсініктеме ретінде айтып өтсек, элемент дегеніміз бұл тұтас денеден бөлінетін бір бөлік. Әрбір элемент бір атомнан тұрады, бөлек атомдардан тұрады. Сондықтан да суретте көріп тұрғандай қызыл болып тұрған бұл әрқайсы бөлек атом. Ал химиялық қосылыс бұл периодтық жүйенің екі немесе одан да көп элементтерінен тұратын заттарға сілтеме жасау үшін қолданылатын өрнек. Демек, әр екі элементтің ортасында байланыс болады. Осы байланысты қосылыс деп өзі атап өтеді, соны түсініп алуларыңыз керек. Ал қоспа деп бұл әртүрлі заттардың біргелесіп араласқан заттардың молекулалары араласқан заттарды біз қоспа деп айтамыз. Мына суретте нақ көріп тұрғандарыңыздай. Сондықтан да бірінші мен екіншісі жауабы бізде элемент болады. Ал үшінші суретте көріп тұрғаныңыздай бұл химиялық қосылыс арқылы қосылып тұр. Осы бізде қосылыстың сурет. Ал төртіншісі бұл қоспа. Түсінікті? Келесі үшінші сұрақ. Дәурен химия кабинетінде практикалық жұмысты жүргізуді бастады. Мұғалім Дәуренге 4 заттың қоспасы: су қосылған май, темір ұнтағы қосылған құм, су қосылған ас тұзы, су қосылған бор кесегінен тұратын қоспаны бөліп алуды тапсырды. Қоспалардың түрін және бөлу әдісін анықтаңыз, жауабыңызды кестеге жазыңыз дейді. Демек, Дәуренде қазір мынау берілген 4 қоспа бар, кестеде көріп тұрғандай. Су, май, темір үгіндісі мен құм, су ас тұзы, су бор кесегі. Осының мына суретте берілген қай методпен, қай әдіспен Дәурен бөліп шығады. Және осы әдістің, осы қоспалардың түрін анықтауыңыз керек. Ең алдымен су қосылған май бұл бізде гетерогенді болады. Қоспаның түрлері гетерогенді, гомогенді болып бөлінеді. Гетерогенді ол екі немесе одан да көп заттардан, бөліктерден
тұрады деген сөзі білдіреді, ал гомогенді деген біркелкі деген сөздер мағынаны білдіреді. Демек, су мен май бұл бізде гетерогенді қоспаның түрі. Темір үгіндісі мен құм ол да гетерогенді болады. Су мен ас тұзы бұл бізде гомогенді, ал су мен бор кесегі бұл бізде гетерогенді қоспа түрі болып келеді. Ал енді бұны қандай әдістермен бөліп шығады екен? Дәурен бізде су мен майды суретінде көріп тұрғандарыңыздай бөлігішпен бөліп шығу әдіс арқылы су мен майды бөліп шығады. Түсінікті, Ал темір үгіндісі мен құмды С әдісі бойынша бұл жерде магнит арқылы темір үгіндісін тартып алып, құмнан темірді бөліп алады екен. Ал су мен ас тұзы жауабын көріп тұрғаныңыздай, бұл бізде булану процесі арқылы ас тұзын судан бөліп шығады. Су бізде қайнаған кезде буланып, аспанға газ бөлініп шығады, және астында тұз тұнба ретінде қалады. Және ең соңғысы су мен бор кесегін бізде Д-да суреті көрінбей қалыпты. Бұл жерде сіздерде суреті бар шығар, фильтр сүзгі арқылы бөліп шығады. Түсінікті, Осылай жазып шықсаңыздар, және әдістердің аттарында жазып шығуларыңызға болады. Бірінші жаңағы А бізде булану, Б бізде бөлігіш арқылы, С бізде магнит арқылы, және Д сүзгі арқылы бөліп шығады екен. Осымен біздің алғашқы 7-ші сыныпқа арналған 1-ші тоқсанның 1-ші жиынтық бағалауы аяқталды. Талқылап өттік. Өздеріңіздің мысалдарыңызды келтіріп жазсаңыздар да ешқандай да қате болмайды. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы Назерке Әлбекқызы. Менімен бірге болыңыздар. Тағы да басқа да БЖБ, ТЖБ барлығын талдайтын боламыз. Сау сәлеметте тұрыңыздар. Пока-пока.